Сабағымыздың екінші бөлімі ортадағы жапырақшаларды тігетін боламыз. Ол үшін бізге 7 бисер қажет болады. Қызыл бисерді алып, өлшеп аламыз бірінші. Сол жерден тігетін боламыз. Өлшемі келген жерден тігеміз. Келесі иінені шығаратын кезде осы 7 бисердің ортасындай дәлдікте қашықтықта иінені шығарамыз. Жартысындай. Сол жерден иінені шығарып, тағы да 7 қызыл бисер тереміз. Сөйтіп, дәл ортасындағы 4-ші бисерден иінені кіргіземіз. Сонда бізде әдемі болып арқан сияқты өріліп шығады. Келесі жартыдан аламыз. Тағы да 7 бисер. Дәл ортасындағы тігілген жерден кіргіземіз. Видеодағыдай. Дәл осылай аяғына дейін тігіп шығатын боламыз. Екінші ретінде дәл осылай тігіп шығамыз. Дәл осы техникаменен келесі жапырақшаны видеода көргендеріңіздей және үстіңгі жапырақшаның үстіңгі жағын өріп тігіп шығамыз. Міне мен тігіп шықтым бәрін. Енді ең бірінші жапырақшаның үстін тігетін боламыз. Ол үшін бізге 6 сары бисер, 1 сары пайетке керек болады. Өлшеп аламыздағы өлшенген жерден тігетін боламыз. Рет-ретімен тігіп шығамыз. Сонда бізде жапырақшамыз өте әдемі шығады. Бос тұрған жерден иінені шығарып, бисерімізді теріп тігіп отырамыз. Аяғына дейін. Дәл осылай келесі жағында тігеміз. Қарама-қарсы жағында тігіп шығамыз. Келесі жағын әдемілеп тігіп шығамыз. Мен тігіп болдым. Енді ортасына осындай ақ жемчуг орнаттым. Ортасы бірыңғай сары болғандықтан осындай
капля тәрізді қызыл хрусталімізді дәл ортасына осылай тігетін боламыз. Сонда бізде қызыл басындағы гүлі әдемі көрінетін болады. Дәл осылай тігіп шығамыз. Екі-үш қайтара түйме тәрізді екі-үш қайтара тігіп шығамыз. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер болады, қалай тіксеңіздер де жоғары қаратып, или төмен қаратып. Маған төмен қаратып тіккен әдемі көрінді. Енді келесі әрбір өрімнің астын дәл қызыл моншақпен терген техника бойынша бәрін теріп шығамыз. Яғни 6 бисер, бір хрусталь, бір пайетки алып. Міне бәрін тігіп шықтық. Енді бізде мынандай каплялар бар, ақ. Осы капляларды дәл осы ретпенен қойып шығып тігіп шығамыз. Дәл осы ретпенен тігіп шығамыз. Кеттік. Мінекей бәрін тігіп шықтым. Енді астындағы жапырақшалардың бәрін, қалған жапырақшалардың бәрін, осы жапырақшалардың бәрін дөңгеленген, оюдың дөңгеленген жеріндегі техника бойынша осы бисерлерменен тігіп шығамыз. Яғни 6 бисер, бір қызыл хрусталь, бір сары пайетки, бірақ пайетки менен. Міне дәл осылай шығады. Тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар көргілеріңіз келсе, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Дәл осындай әдемі болып шығады. Тігіп көріңіздер.